Сәлем баршаңызға. Бүгін тез дайын болатын таңғы ас дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай шұжық керек, колбаса. Шұжықты турайтын боламыз. Кез келген шұжық бола береді. Қандай болса да, мендегі бары осы. Осыны ұсақтап тураймыз. Екі ақ заттан тұратын таңғы ас. Ішімізге саламыз. Және үстіне жұмыртқа жарамыз. Үш жұмыртқа жарсаңыздар жеткілікті. Енді бұған шым-шым тұз саламыз. Енді бір қызанақ саламыз. Салмасаңыздар да болады. Енді мен салып жіберейін. Турап. Бұны да осылай ұсақтап тураймыз. Барынша ұсақтап тураған жақсы. Қызанағымызды турап болды. Енді үстіне 2 ас қасық сүт құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Тұзымыз салдық, енді кішкене бұрыш саламыз. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Қызып тұрған табаға зәйтүн майын құямыз, кішкене ғана. Енді осыған жұмыртқамызды құямыз. Оңай, тез дайын болатын таңғы асымыз дайын болды. Дәмі керемет шыққан. Жазылмаған болсаңыз, менің арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Байыса, қазағым байысын. Қазақша контентті дамуына атсалысыңыздар. Сіздермен болған Эльмира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.